мен өмірімде бірінші рет арықтап тұрған жоқпын деймін. Мен 5 қызда, енді бірінші қызда 20 келі салмақта қосып 20 келін арықтаған болатынмын да, мысалға. Ол кезде жасырақпыз, 22-23 жас деген не ол. Ол кезде организм жас, көбірек қоспайсың. Содан ол арықтап алдым қайтадан. Екінші қызда 32 килограммды арықтадым. Менде дәстүрлі түрде 35-40 килограмм салмақ қосам, мен аяғым ауырлаған уақытта. Үшінші қызда жаңағы 97 килограммнан 62 килограммға түстім, 35 килограмм. Төртінші қызда 42 килограмм салмақ тастадым, 97 килограммнан 56-ға, 55-ке. Мына қызда 37 килограмм салмақ тастадым. Рекорд 42 болып тұр ма? Рекорд 42. Мен айтам, бұл менің өмірлік жағдайымда болып жатқан бірінші арықтау емес та, негізі. Аузы тиямыз. Мен қатты нагрузка жасаймын, тренировка жасаймын. Осы жолы қазақ диетасында қызбен кәдімгі су ішіп отырып, жылы су ішіп, ол өзіңді күнделікті таңертең тұрғаннан салмағын тексереді. Ол оңай болған жоқ маған. Bir жағынан мына жаста келіп қалған уақытта, жас келген сайын салмақ тастау қиынырақ болады. Бірақ та мен енді Астанаға көшіп келгенде кішкене депрессивный көңілмен жүрдім, ән дедім, мін дедім, содан тұрмысқа құрдым. Уф деп жаным тынышталған уақытта кішкене босаңсыдым, содан мүмкін аяғым ауырлап қалатын шығар деген сияқты аса қатты салмақ тастауға мән берген жоқпын. Содан аяғым ауырлап босандым, босанып болғаннан кейін болды енді Алтынай, енді жинал енді. Болды, жетеді. Жетер енді дедім. Содан солай өте қатты тәртіпте жаңағы салмақты қуаладым. Тіпті депрессияға түсіп кете жаздадым, жыладым. Менің салмақ тастағаным бәріне міндет. Жаңағы бәрі сізге қарап тұрған.